Педагог дегеніміз білім беретін, тәрбиелейтін, оқушылардың болашағына бағыт-бағдар беретін маман. Толықтырып айтатын болсақ, педагог дегеніміз оқыту мен тәрбиелеу ісін жүзеге асыратын ұстаз. Педагогтың міндеттеріне не жатады? Педагогтар білім береді, түсіндіреді, үйретеді, оқушылардың бойындағы талантын ашады, жол көрсетеді және ұлттық құндылықтарға баулиды, қолдау көрсету және оқу үдерісін ұйымдастыру ісін қарастыра аламыз. Заманауи педагог білім беру үдерісін қазіргі қоғам талаптарына сай ұйымдастырып, оқушының тұлғалық дамуын және шығармашылығын, сонымен қатар құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған кәсіби маман иесі. Заманауи педагогтың басты ерекшеліктері оның жаңа технологияларды меңгергендігінде, яғни цифрлық құралдарды, интерактивті тақталарды, сонымен қатар платформа, онлайн оқыту әдістерін жіті меңгергендігінде, коммуникативтік және ашықтығы, яғни оқушымен де, ата-анамен де, әріптестермен де кез келген тақырыпта тіл табысып, әңгіме өрбіте алатындығында. Үздіксіз дамитын тұлға ретінде қарайтын болсақ, оның білімін, шеберлігін үнемі жетілдіріп отыруында. Бағалаудың жаңа әдістерін қолдануы, яғни қалыптастырушы бағалау, кері байланыс, рефлексия, сонымен қатар өзін-өзі бағалау. Заманауи педагогтың сырт келбеті оның кәсіби мәдениетінің бір бөлігі. Жалпы оқытушының сырт келбеті ол оқушының немесе өзінің, сонымен қатар жалпы ортаның психологиялық ахуалына тікелей әсер етеді. Заманауи педагогтың сырт келбеті кәсіби стильде жинақы әрі қарапайым, табиғи қалпында, сонымен қатар қозғалысқа өте ыңғайлы, өзінің ішкі мәдениетін паш ететіндей стильде болуы керек. Заманауи педагогтың ұлттық құндылықтарымен байланысы ол қазіргі таңдағы білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Себебі заманауи педагог тек қана өз пәнін оқытушы ғана емес, сонымен қатар ұлттың мәдениетін, салт дәстүрін, әдет-ғұрпын, тарихын келер ұрпаққа насихаттаушы тұлға. Заманауи педагогтың ұлттық құндылықтарымен байланысының тағы бір бөлігі ол өзінің пәніне кіріктіріп, ұлттық құндылықтарды біздің қазақ халқының тағылымды тарихымен байланыстырып отырып, бала жанына сіңіру. Заманауи педагог бұл өзгермелі әлем талаптарына бейімделген, кәсіби біліктілігі жоғары, жаңа технологияларды сабағында тиімді қолдана алатын, ұлттық құндылықтарды дәріптей отырып, оқушының жан-жақты дамуына жағдай жасайтын тұлға. Ол тек білім беруші емес, бағыт көрсетуші, мотивация беруші, мәдениетті қалыптастырушы және өмірлік дағдыларды үйретуші жетекші маман. Заманауи педагог үнемі ізденісте болып, өздігінен білімін жетілдіріп, оқушылардың тұлғалық ерекшеліктерін ескере отырып жұмыс істейтін жан. Қазіргі заманда да ұстаз мәртебесі жоғары. Ал дәл қазіргі педагогтың, заманауи педагогтың негізгі миссиясы одан сайын тереңдеп, ел болашағын тәрбиелеу мақсатына негізделеді. Сондықтан заманауи педагог жаңашылдық пен ұлттық құндылықтарды үйлестіре білетін, білімді де, білікті, мәдениетті де, жауапты қоғам жетекшісі.